Әрбір қыздың арманы тұрмысқа шығып, бақытты отбасын құру, ата-анасының үмітін ақтап, еліне сыйлы, жақсы келін атану. Алайда үйлену оңай, үй болу қиын деген бар. Бақытқа қол жеткізу үшін қаншама қиыншылықтар кездеседі. Әсіресе әр отбасында ене мен келіннің арасындағы сыйластықтың мәні ерекше. Өйткені қазақта келін болу тек өз ұрпағының ғана емес, тұтас ұлт ұрпағының жауапкершілігін мойынға жүктеу деген сөз. Жалпы, жақсы келін атану үшін не істеу керек? Сүйіп қосылған жарың, оны сүйіп тұрсын, оны туған анасын қалай сыйламасқа, ең бірінші сондай позициядан қарау керек деп ойлаймын. Қыздарға тұрмысқа шықтың ба, оны жақсы көресің ба, оны туған ата-анасын да сыйлау керек. Жалпы қазақта сөз бар, ата-анаң жынды болса байлап бақ деген. Енді ол ата-ана біріншіден сенің атаң, менің атам деп бөлінбеу керек. Папа, мама деген сияқты қазіргі екі жақты да бірдей көру керек деп ойлаймын мен. Ене мен келін бір-бірімен сыйласып, шаңырақтың шайқалмауын ойлауы басты қағида болуы қажет. Ене келіннің кемшілігін түзеп, білмегенін үйретіп, балалығын кешіріп, қызындай көрсе, ол ақ жаулықты ананың көрегендігі дейді психологтар. Қыз болып өсті сол уақытқа дейін, белгілі, сіз келін қылып алғанға дейін. Сондықтан да ол келін болуды білмейді ғой. Сондықтан да анасы оны қызы ретінде тәрбиеледі, келін қылып тәрбиелеген жоқ. Ал енді ене болғаннан кейін, ата ене болғаннан кейін ол келінді ары қарай өзі тәрбиелеу керек. Жаңа білмеген нәрсесін үйретіп, жаңағы естімеген нәрсесін айтып, көрсетіп, жаймен, себебі бір үйден екінші үйге сіңіп кету өте қиын. Келін де өз кезегінде аттаған босағасының болашағына бейжай еместігін аңғартып, ата-ене алдындағы келіндік міндетін естен шығармай, енесінің қателіктеріне көз жұма қарағаны жөн. Қазақта жақсы келін келін, жаман келін келсап деген сөз бар. Әркімде өз әулетіне түскен келіннің жақсы болғанын қалайтыны сөзсіз.